үй алам деп отбасы банкінде депозит ашып, оған ақша жинап жүрсеңіз, бұл ақпарат сізге арналады. Парақшада ипотека туралы пайдалы ақпараттар, лайфхактар айтылады. Жоғалтып алмау үшін қазір тіркеліп алыңыз. Көп адамдар сұрап жатады, отбасы банк депозитіндегі вознаграждениені қалай көтереміз, қалай өседі, оны қалай есептейміз деп. Қазір соны көрсететін боламыз. Қараңыз ағайын. Мысалы сізде 1.500.000 теңге депозитте ақша жатқан болса, оны былай есептейміз. 2%-ға көбейтеміз де, және 12 айға бөлеміз. Сонда сізде 2.500, бұл ай сайын қосатын вознаграждение. Вознаграждение дегеніміз жатқан суммаға жылдық 2% қосылады, сол үшін осылай есептелінеді. Енді ай сайынға түсетін вознаграждение белгілі болды. Ай сайынға 2.500, күнді қанша түсетінді есептеу үшін 30 күнге бөлеміз. 30 күн деп тұр, сонда 83 теңге. Сізге, яғни осы жатқан сумманың үстіне 83 теңге вознаграждение күніне қосылады деген сөз. Енді сізде осының үстіне бір қолыңызда отпускнойыңыз түсіп, мүмкіндік болып, мысалы, ақша салдыңыз делік, үстіне 500 салдыңыз, депозитіңізді 2 миллионға толтырып қойдыңыз. 2 миллионға толтырып қойған кезде бұдан қарағанда сумма көбірек түсетін болады. Тағы да 2%-ға көбейтеміз де, 12-ге бөлеміз, сонда сізде ай сайын 3333 теңге вознаграждение осы сумманың үстіне қосылып отыратын болады. Енді соның күндігін есептеу үшін жаңағыдай 30 күнге бөлеміз, сонда күніне 111 теңге түсіп отырады. Көрдіңіздер ағайын, сумма өскен сайын үстіне қосатын вознаграждение де өсіп отырады. Отбасы банктың депозитінің системасы басқа банктың депозитінің құрылымына ұқсас болады. Яғни қысқаша айтқан кезде, жатқан сумма аз болса, аз вознаграждение қосылады, жатқан сумма көбейе беретін болса, үстіне көбірек вознаграждение қосылатын болады. Ақпарат пайдалы болса, таныс туыстарға жіберіп қойыңыз. Ал ипотека туралы сұрақтар, нақты расчеттар, консультация, сопровождение керек десеңіз, WhatsApp нөмірге хабарласамыз. Жақсы.